Туран университеті мен жалпы түркі әлеміндегі айтулы оқиға. Ағымдағы аптада университет жанынан құрылған Туран академиясының алғашқы отырысы өтті. Бұл ежелгі түркі халықтарына қатысты ғылыми әлеуетті арттыру жолындағы маңызды қадам. Туран академиясының ашылуы қазақ халқы үшін үлкен бір сондай жетістік деп ойлаймын. Өйткені Әзірбайжанымыз бар, түркменіміз бар, өзбегіміз бар, қырғызымыз бар. Келешекте татарлар қосылатын шығар. Түркі әлемінің өзі қазір 2,5 миллиардқа жетіп қалдық әлемдегі. Ал енді қасиетті қазақ даласын Ескендір Зұлқарнайында айтқан екен. Ол дала қасиетті қылышпен баруға болмайды. Ол далаға тек қана ілім біліммен барады. Қазақ даласы. Сонау құс ілімі ықылым қадым замандарының біздің даламыздың сондай бір үлкен тарихи орны бар. Ал енді бұл қазақ даласына келіп, Алматы қаласында ашылуы бұл қазақ халқы үшін үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Құрметті қонақтар, Туран академиясының ашылу салтанаты және академия мүшелерінің алғашқы жиынына қош келдіңіздер. Академияның енді 25 толық мүшесі бар. Олар Қазақстан, Түркия, Қырғызстан, Әзірбайжан, Өзбекстан елдерінің ғылым, мәдениет, білім саласындағы белді тұлғалары. Туран академиясы жобасының бастамашысы әрі президенті, Туран университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Рахман Алшанов. Құрметті академия мүшелері, қош келдіңіздер. Біз бүгін енді осы университеттің ішінде құрамында бастап, академия құрамыз деген келісімге келдік. Шешім мына Стамбулға барған кезде Али Қылыш, Махмуд Бей көп әңгіме болды, керек пе керек емес дегенде. Негізі мақсат осы 34 жыл бұрын Туран атын қойған кезде, содан бері балалар, ғалымдар, басқа адамдар сұрап, неге Туран қойдыңдар деп, Туран тарихы бар ма, жоқ па дегенде көбісі білмейді екен. Содан бастап сол сұрақ біздің алдымызда тұрды. Мен мына осындай брошюра шығарғам 10 жыл бұрын. Былтыр мына биыл мынандай көлем болды енді. Стамбулда, Анкарада 2 рет кітап шықты. Атақты ғалым Дьяконов деген Әзірбайжан академиясы тапсырмасы бойынша медиа тарихын жазған екен, медиа. Сонда негізі айтатын зерттеуші. Мәлімет жоқ дейді. Сол жан-жақтан енемен құдық қазғандай. Бір жерде аңыз қалған, бір жерде сәл сілтеме қалған, нақты мәлімет жоқ. Сол сияқты біздерде осы ғалымдар Туран тарихын осындай шығарымыз керек кем деген кезде. Ислам бізге 1000 жыл бұрын келді. Қазақтың түріктердің құндылықтары осыдан 15 000 жыл бұрын болған қалыптасқан кем деген кезде. Соған бүгін таңда біз басқа біреудің тарихын таласпаймыз, бірақ өз тарихымызға ие болайық деген әңгіме болды. Туран академиясының алғашқы отырысында құрылтайшылар мен академия мүшелері таныстырылып, арнайы дипломдар мен төсбелгілер табысталды. Олар енді жас ғалымдарға тәлімгерлік етіп, ғылыми жобаларға жетекшілік ететін болады. Түркиядан арнайы келген түркі халықтары кеңесінің бас төрағасы Махмуд Орал мырза Туран академиясының тең президенті болып сайланды. Махмуд Орал мырза Туран академиясының толық мүшесі, Туран академиясының тең президенті болып сайланды. Туран академиясы 2022 yılında Туран академиясы негізі 2022 жылы Стамбул қаласында құрметті ұстазым профессор Рахман Алшановтың идеясымен және бастамасымен қолға алынды. Ең алғашқы шешімді сонда қабылдадық және құрметті ұстазымыздың бастамасымен осында Туран университетінде ашылып жатыр. Біз осында келгенімізге және Туран академиясының Алматы қаласындағы Туран университетінің жанынан құрылып жатқанына өте қуаныштымыз. Біз өзімізге артылған міндеттер мен жауапкершілікті жақсы түсінеміз. Туран академиясының қадірлі ұстаздары осы бағытта жұмыстарын атқаруды жалғастырады. Бұған еш күмәнім жоқ. Türk dünyasına çok büyük hizmetler edeceğinden hiçbir şüphem yok. Журналист, жазушы, қоғам және саяси қайраткер, Иссасион қорының төрағасы және Туран университеті қамқоршылар кеңесінің мүшесі Али Қылыш мырза Туран академиясының толық мүшесі болып сайланды. Turan Üniversitesi
birkaç yıldan bu yana Тұран университеті бірнеше жылдан бері Тұран академиясының іргетасын қалауды жоспарлап келді. Бұны шынайы көңілмен, үлкен қуанышпен қабылдағанымды айтқым келеді. Академиямыз Тұран университетінің қабырғасында құрылды. Осыған орай Түркиядағы құрметті ұстазымыз Махмуд Орал мырзаның басшылық қатарынан орын алуы, Қазақстан мен Түркия, жалпы түркі мемлекеттері және Анадолы арасында өте маңызды ілім-білім бұлағын ашады деп сенемін. Негізгі мақсат көне Тұранмен байланысты тарихи өзегімізді бүгінгі ұрпаққа жеткізу. Тұран академиясының маңызды жұмыстар атқаратынына сенемін. Өйткені Тұран тарихына қатысты зерттелмеген тақырыптар өте көп. Бүгінгідей бұқаралық ақпарат құралдары қарыштап дамыған уақытта Тұран академиясының жастарымызға Тұран мәдениеті мен әдет ғұрыптары жайлы мол мағлұмат беруі маңызды бастама. Осы орайда Рахман Алшанов ұстазымызды шын жүректен құттықтаймын. Осындай үлкен академияның құрылуына себепші, көшбасшы болған үшін алғыс білдіремін. Тұран академиясының барша түркі әлемі үшін құтты және табысты болуын тілеймін. projesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Тұран академиясы ғылыми қоғамдастықты нығайтуға бағытталған тарихи қадам дейді мамандар. Академия мүшелерінің білімі мен тәжірибесі университет ғылымын һәм түркі мұрасының ғылыми ілгерілеуін жаңа деңгейге көтермек. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ақиқат бір қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қайраткері, инженер, экономист, журналист, жазушы Байжанов Лесбек Сейітұлы Тұран академиясының толық мүшесі болып сайланды. Тұран академиясы не үшін құрылып отыр? Осының бәрін зерттеп, жарыққа шығару керек. Өйткені білім мен ғылымның бәрі бізден шыққан. Мысалы 411 Әл-Фарабидің отырардан шығуы, 128 Әл-Таразидің Тараздан шығуы, 115 Әл-Түркістанидің Түркістаннан шығуы, басқа да мыңдаған қалалар қазір құм мен күлге бөлініп жатқан жаугершіліктің кесірінен, дін тартыстарының кесірінен, ежелгі жаулардың небір жымысқы әсерлерінің кесірінен 49 ұлтқа бөлініп кеткен Тұран ұлты шашырап кетті. Ұлт пен ұлыстар қазір соның жетеуі жер бетінен жойылып кетті. Өйткені түрлі жағдайлар болды, тарихи жағдайлар, басқыншылардың әрекеттері, ежелгі жаулардың әрекеттері. Міне осындай оның үстіне жаңа дін тартыстарының азамат соғысына ұшырау, мысалы өзара қырғыздармен мінекей өзін жойып жіберді. Мінекей сонау біздің оңтүстік Қазақстан облысының өзінде 300 қаланың құмға көміліп жатыр. Құм мен күлге көміліп жатыр. Сырдария мен Арыс бойының арасын ар жағын аралап қарасаң, енді жаның түршігеді. Не бір әдемі аркалардың орындары тұр, не бір жерге көміліп жатқан сарайлардың күмбездері жатыр мысалы. Сауран мысалы, отырардың әлі олар шын өзінің алғашқы құрылыстары әлі табылған жоқ. Олардың бәрін құм басып жатыр. Өйткені ежелгі жаулар жермен жексен етіп жарып жіберген. Мысалы, о жердегі мозаикаларды ондай қазір ешқандай да жасалмайды. Немесе биші мұнаралар Саурандағы кешегі отаршылдар неғылған. Түркістандағы мысалы өзі 5 уақыт азан шақырып тұратын алтын күмбезді, алтын мешіт деген болған. Мысалы кешегі ұлтсыздандыру дәуірінде 1926 мен 1940 жылдардың арасында біздің өзіміз ескі тарихымызды білмесін деп 3 рет әліпби, алфавитті ауыстыру, және де бүкіл ұлтсыздандыру дәуірінде мына бұрын хандардың, атақты ұлт батырларының мавзолейлері мен мазараттары мен қалаларды жермен жексен етіп отаршылдар қиратты, үстіне егін жіберді. Соның өзінде мысалы қазір бәрібір тарих шындықты қаша алмайсың, шындықты жасыра алмайсың. Ай мен күнді қос алақанымен қанша жасырсаң да оның жарығы бәрі түсіп тұрады. Сол сияқты біздің киелі тарихымыз мінекей шығып жатыр. Мына Тұран әлемінен, бүкіл жаңалдегі Тұран республикаларынан келіп жатқан ағайындарға қош келдіңіздер дейміз. Филология ғылымдарының докторы, профессор, түркітанушы, фольклортанушы, Жамбыл атындағы филология зерттеулер ғылыми орталығының директоры, халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшесі Мауленов Алмасбек Анықбекұлы Тұран академиясының толық мүшесі болып сайланды. Түркі Республикасының бірлесе отырып Тұран академиясы құрылып жатыр. Соған мүшелікке қабылданып жатырмыз. Біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі таңда түркі мемлекеттерінің достастығы,
түркі мемлекеттерінің арасындағы бір-бірінен қарым-қатынасы, мәдени жағынан, экономикалық жағынан, әдеби тарихи жағынан біз түбі бір түркі халықтастармыз. Осы мәселені бүгінгі таңда міне осы Тұран университетінің ректоры Рахман Алшанов мырза жоғары дәрежеге көтеріп, түркі халықтарының бастарын қосып, осыны үлкен жиын өткізіп жатыр. Біздің бас қосуымыз түркі академиясының ашылуы бұл мемлекеттің жүргізіп отырған бағытына, алға қойған мақсатына сәйкес келеді деп ойлаймын. Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қырғыз Республикасының ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығының 2 мәрте лауреаты Ахматалиев Абдылдажан Амантурович Тұран академиясының толық мүшесі болып сайланды. Тұран академиясы түзілгені өте қуаныштамыз. Бұл ойлы мұрдаттан бері идея қатарында жашап келсе, азыр мына іс жүзіне ашып атады. Ошон үчүн Тұран академиясына чакырып аңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Тұран академиясы алдында көп максаттар болуш керек. Ал бул жалаң эле гуманитарный багытта, ошол менен бирге табигый багытта, балким техникалык багытта иштер жүрүш керек қой деп ойлаймын да. Тұран академиясының өз логотипі бар. Ол биік рух пен арнайы миссияны бейнелейді. Бұқа мен ел мағынасын біріктірген Тұран сөзінің шығу тарихымен байланысты. Бұқаның мүйізі Балқаш көлін, көзі ыстық көлді, құйрығы Каспий теңізін, алдыңғы аяқтары батыс Тянь-Шань Памир тауларын, артқы аяқтары Түркменстанның оңтүстігіндегі Көпет Дах тауларын бейнелей отырып, Тұран географиясына сілтеме жасайды. Логотип идеясының авторы Рахман Алшанова. Осылайша Тұран академиясының іргетасы қаланды. Бұл жаңа құрылым енді университет студенттері мен оқытушыларына, жалпы түркі әлеміне мол мүмкіндіктер ашып, түбі бір түркі халықтары мен ежелгі Тұран жеріне қатысты ғылыми зерттеу жұмыстарына жаңа серпін береді деп күтілуде.